Вьетнамдағы соғыстан бір сарбаз үйіне Сан-Францискоға қайтып бара жатқан екен. Ең жақын темір жол станциясынан үйіне телефон соғып, ата-анасына сүйінші хабарын айтады. Мама, папа, мен үйге келе жатырмын, бірақ жалғыз емес, қасымда бір досым бар дейді. Ата-анасы ұлдарының соғыстан аман есен қайтып келе жатқанына қатты қуанып, әрине ол не дегенің, өзімен бір емес екі досында келсең де болады, сенің досыңмен танысуға асығамыз деп жауап береді. Бірақ досым туралы бір нәрсені айтқым келеді қазірден. Ол соғыста бір минаға басып, бір қолы мен бір аяғынан айырылған. Оның баратын жері жоқ. Оған біздің үйде тұруын мен ұсындым, дейді. Бұл хабарды естіген ата-анасының көңілі бұзылып кетеді. Балам, ондай мүгедек адамдарға арнайы күтім керек. Біз оған қарай алмаймыз. Бізге үлкен ауыртпалық болады. Біздің өз өміріміз бар, ол кедергі болады ғой. Ең жақсысы, сен оны басқа достарыңа тастап кет. Өзің келе берсеңші, деп баласын қабылдаған шешімнен бас тартуын қалайды. Баласы ата-анасының бұл сөздерін естігенде үндемей телефонның ар жағында қалып қалады. Осыдан кейін ата-ана ұлдарынан көп күн хабарсыз қалды. Бір күні үйлеріне Сан-Францисконың ауруханасынан телефон соқты. Ұлдарының өз-өзіне қол жұмсап қайтыс болғанын хабарлайды. Әке-шешесі бұл қайғылы хабарға сене алмай, дереу Сан-Францискоға ұшып келеді. Мүрдеханаға барып, өлген кісінің арасынан өздерінің ұлын көреді. Бірақ ұлдары жайында олар білмеген тағы бір нәрсе бар екен. Ұлдарының бір қолы мен бір аяғы ғана бар еді.